Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге мамықтай жұмсақ үлпілдек сосиски в тесте рецептімен бөлісетін боламын. Естеріңізде болса, балалық шағымызда, мектеп кезімізде барлығымыз осы тағамды алу үшін кезекке тұратынбыз. Дәл сондай рецептпен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы суға бөлме температурасындағы жылы сүтті құйып, жақсылап бір араластырамыз. 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант салып, 1 шай қасық ашытқы салып, жақсылап тұрып бір араластырып алатын боламыз. Венчиктің көмегімен енді ашытқымыз толық ерігенше дәл осылай араластырамыз. Сұйық массамызға ұнды қосып, енді қамырды жақсылап қолмен біріктіретін боламыз. Осылай қолмен біріктіріп аламыз. Және біріккен қамырды иін толық қандырдым. Осы қамырды кемінде 30 немесе 45 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Біздің қамырымыз жақсылап көтеріліп шығады. Міне менде қамырым 30 минуттан кейін дәл осылай көтерілді. Міне видеода көріп тұрсыздар, қандай керемет болып қамыр көтеріліп міне шықты. Енді осы қамырды ыдысымыздан алып, батон тәрізді формаға келтіріп алатын боламыз. Енді сол қамырды екіге бөліп алатын боламыз. Бізге қазір және сол қамырды тағы да осылай батон тәрізді формаға келтіреміз де бірнеше бөліктерге бөліп тастайтын боламыз. Жаңағы қалған қамырды, екіге бөлінген қамырдың жартысында дәл солай бөліп тастайтын боламыз. Кішкентай көлемде болуға қажет осындай. Міне мен осылай сосискиді дайындап қойдым. Енді сосиски в тестедің қамырын формаға келтіретін боламыз. Міне дәл видеодағындай жазып аламыз да, осылай сосискиді айналдыра қамырымызды біріктіретін боламыз. Егерде қамыр осылай артық қалса, бөліп тастауға болады. Осылай қамырға қосып жібереміз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте оңай жасалу жолы. Дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. Тағы да айта кетейін, менің каналымда отбасыңызды егерде кешкі аспен таң қалдырғыңыз келсе, онда хамир хасиппен немесе галушки жасап, ергіншек манты жасап таң қалдыруларыңызға болады. Менің каналымда осы видеоларды көріп шығуларыңызға болады. Оны мен подсказка ретінде конечная заставка бөліміне қойып қоятын боламын. Жасалу жолы өте оңай. Осындай сосиски в тесте дайын болды қамыры. Ендігі кезекте осылай майда алдын ала қыздырып қоямыз. Бұл жерде ең маңыздысы біздің майымыздың жақсылап ысуы. Міне ысып тұрған майға енді сосискиларды салып, жақсылап қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Майымыз жақсы қызып тұрса, сосискінің екі жағы да бірден жақсы піседі, іші де жақсы піседі. Сағы сияқты жабысып қалмау үшін қамырды міндетті түрде толық піскенше осылай майға пісіріп алу керек. Екі жағында қызарғанша пісіретін боламыз. Менде балалар өте қатты жақсы көреді, біздің үйдің балалары. Сондықтан мен бұл қамырды дәл осындай қамырмен сосиски в тесте үнемі жасап тұрамын. Біздің үйдің балалары бұл тағамның толықтай ысуына мүмкіншілік бермейді. Сол уақытта сүйсініп тұрып жеп қояды. Сондықтан да балаларыңызға осындай дәмді сосиски в тесте жасап көріңіздер. Балаларыңыз риза болып қалады. Өте дәмді, жақсы тағамның бірі, тойымды тағамның бірі. Қазіргі кезде көктемнің кезінде
ә, уақыт күн ұзақ болғандықтан осындай тағамдар жасап беруге кеңес беремін. Міне видеода көрініп тұрғаныңыздай іші толығымен пісті, жұп-жұмсақ, өте дәмді сосиски в тесте дайын болды.